Сәлем достар, сіздермен мөлдір бүгін керемет, ерекше, тәтті, дәмді десерт дайындайтын боламыз. Жұмыртқаны қажет етпейтін, пеште піспейтін, өте тәтті, шаймен керемет тәтті болады. Дәмін татамыз ендеше, өте дәмді шығады, жасап көріңіздер. Әуелі бізге 500 грамм сливки керек болады. Сливкемізді ыдысқа құйып, осылай миксерлеп аламыз. Қою бір келкі масса болғанша. Міне бір келкі масса болып келді. Осылай қоюланады. Ендеше тағы бір ыдысымызды алып, 70 грамм суға 20 грамм желатин салып, 300 грамм вареный сгущенкамызды салып, осылай бір келкі масса болғанша араластырып аламыз, достар. Араласып шыққан массамызды сливкидің үстіне құйып, астынан жоғары қарай осылай араластырып, міне креміміз дайын. 22 дециметрлік формочкамызға бафле рулетін салып, ортасына ұнтақтап бафле рулетін осылай дайындап аламыз. Кремімізді салып, міне әдемілеп реттеп алып, 12 сағатқа холодильникке қалдырамыз. Міне бізде дайын десертіміз. Дайындап көріңіздер, өте дәмді, ерекше, тәтті шықты. Ас болсын.